Қайырлы күн достар, сіздермен тағы да Гүлмира. Бүгін біз сіздермен жалпы қытайлықтардың сөйлесуге арналған WeChat сайты туралы айтатын боламын. Енді көптеріңіздің көкейлеріңізде жүрген сұрақтың бірі, WeChat сайты қытайлықтардың сөйлесуге арналған сайты болса, біз ол сайттан қалай зат сатып аламыз деген сұрақ. Бүгін мен осы сұрақтың жауабын сіздерге айтатын боламын. Ол үшін соңына дейін қараңыздар. Және лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сонымен достар, WeChat сайты қытайлықтардың зат сатып алу емес, әрине ол сөйлесуге, тілдесуге арналған сайттар болып табылады. Ал енді біз секілді өзге шетел азаматтары үшін бұл сайттан люкс бірде-бір копияларын және бренд заттарды, өте сапалы заттарды таба аламыз. Оны алдыңғы видеолардың бәрінде айттым. Енді достар, WeChat сайтынан біз қалай зат сатып аламыз? WeChat сайтын ашып, регистрация жасап, барлығын жасағаннан кейін, бұл жақтан бізге зат сатып алу үшін ең бірінші орында сенімді Қытайдың сатушыларының ID нөмірлері немесе QR-лары керек болады. Әрине оны осы WeChat курсын үйрететін адамдардан ала аласыздар. Олар ақылы болуы мүмкін, немесе басқа да жолдармен алуға болады. Енді Қытайда өте жақсы заттар, сапалы заттарды сататын, сенімді деген WeChat-тың сатушыларын QR-ларын немесе ID нөмірлерін алғаннан кейін сіздер осы жерден добавить контакты деп күнделікті 3 сатушыдан ғана тіркеп отырасыздар. Себебі 3 сатушыдан ғана тіркемей көп сатушы тіркейтін болсаңыздар блокқа кетулеріңіз мүмкін. Жалпы Қытайдың қай бір сайты болса да ақырын жұмыс жасамасаңыздар, біліммен жұмыс жасамасаңыздар блокқа кетіруі мүмкін. 3 сатушыдан қосып отырасыздар. Және Қытайдан көбісі ойлайды, негізі аяқ киімдер мен сумкалар ғана алуға болады деп. Бұл әрине қате пікір. WeChat-тан люкс бренд заттардың ішінде сумкалар да бар, аяқ киімдер бар, киімдер, балалар киімдері, ерлер киімдері, аксессуарлардың түрлерін алуға болады. Және техникалық заттар, телефон аксессуарлары, сонымен қатар жалпы өмірге керекті заттардың барлығын сатушылармен сөйлесіп, келісіп алуға болады. Кішкене сіздерге көрсетіп кетейін. Мысалы, мынау менде өзімнің сенімді қытайлық сатушым. Бұл жерде бұл сатушы күнделікті 20-30 шақты күнделікті жаңа заттар шығарып отырады. Барлық сумкаларының барлығы өте люкс сапада. Өзінің коробкасы мен документтерімен жүреді. Және мұнда қараңыздар, әртүрлі брендтік өнімдерді шығарып отырады. Осы жерден мен қарап өзіме ұнағандарын сату үшін алып отырамын. Және өзімнің курсыма келген адамдарға да осы сенімді 300-ден аса әртүрлі заттар сататын поставщиктердің ID-лары мен QR-лары берілетін болады. Бұл бізде тек қана сумка сататын сатушы, мысалға. Енді қараңыздар, аксессуарларға кірейік. Мысалы үшінге әр сатушы күнделікті біз WhatsApp желісіне статус салған секілді өздерінің қолда бар өнімдерін осылай салып жарнамалап отырады. Ал сіздер осыны қарап отырасыздар. Міндетті түрде WeChat сайтымен жұмыс жасайтын адамдар үшін олардың QR-лары, нөмірлері яғни болуы керек сізде. Сіз оларды сақтап, оған достық жібересіз, ол сізді өзіне қабылдайды. Осыдан кейін тікелей онымен сөйлесіп, зат туралы талқыласаңыздар болады. Мысалы, мына бренд сумкалар сататын, енді бағалары қанша десеңіздер, мысалы біздің Қазақстанда кез келген дүкендерде, кез келген қаламызда осы сумкалардың барлығы шамамен 25 мың, 27 мың, 22 мың теңге көлемінде сатылады кез келген жерінде. Ал бұл сайтта 4 мың, 5 мың, не бәрі көп дегенде 7 мың теңгеге сатып аласыз бұндай сумкаларды. Бұлар таза эко-кожадан жасалады. Документтерінің барлығы өзімен бірге коробкасымен қатар жүреді. Бұның сапасынан ешқандай уайымдамасаңыздар болады. Және сіздер де бұны сатылымда сол 20 мыңнан жоғары сата аласыздар. Немесе өздеріңіз үшін люкс сападағы бренд күшті заттарды сатып алғыларыңыз келсе, бір штуктан осы сайттан сатып аласыздар. Достар, мысалы сіздерге қазір әйелдер киімдерін көрсетейін. Әр сатушы өзінің бір нишасын таңдап алады. Біреулер әйелдер киімдерін, біреулер ерлер киімдерін солай сата береді. Және ең бір ыңғайлысы, сатушыны бірден сіздер
не сатады ол соған қарай өздеріңізге ыңғайлы болу үшін сақтап қоюларыңызға болады. Енді достар, қалай мен зат сатып аламын дедіңіздер, сіздер. Мысалы, мен мына сумканың ішінен өзім үйреніп қалған сатушыма кіре бердім. Так, мысалы, маған осы зат ұнаса, мен оны скрин жасап аламын дағыны. Осы сатушымен сөйлесуім керек. Мен оған жіберемін мысалы. Қазір мен сіздерге жібермей қойып, мысалы, мына жерде мен осы сумка маған ұнаған, осыдан бірнеше апта бұрын. Мен оны сатушыдан сұрадым. Оның бағасы 150 юан деп жауап берді маған. Енді оның бағасын білейік. Так, осы бағдарламаны жазып алсаңыздар болады. Юанды теңгеге айналдыру немесе лираны теңгеге айналдыру үшін өте удобно. 150 юанды қараңыздар, 9879 теңгеге біз осы сумканы сатып ала аламыз. Әрине, бұл басқа Қытайдың сайттарына қарағанда қымбатырақ баға, бірақтан оригинал десек те болады. Яғни мен бұны сатылымда 20 мыңнан жоғары сата аламын. Сол үшін еш қиындықсыз сатып алуға болады мен үшін. Және мына сумканы сұрадым мысалы. Бұның бағасы маған 155 юан деді. Ол да 9000 бір нәрсе теңге мысалы. Дұрыс па? Бұл сумканың барлығын мен Қазақстан бойынша Ақтөбе, Қызылорда, Алматы қалаларының барлық дүкендерінен қарадым. Бағасы 27 мың теңгеден сатылып жатыр екен. Және одан төмен емес ешқайда. Осылай достар, сіздер сатушыларға өздеріңіздің жаңа ұнаған заттарыңыздың скрин жібересіздер, ең бірінші нәрсе. Екінші нәрсе, онымен мысалы мынау кісі маған 150 юан деп айтты ғой, ал мен оны дәл сол 150-ге сатып алмай, маған түсіңіз деп осы жерде саудаласуыма болады. Сіз орысша жаза бересіз, ешқандай да Қытай тілін білу, қытайша жазу міндетті емес. Орыс тілінде жаза бересіз, орыс тілінде саудаласа бересіз. Ол сіздің сөзіңіздің үстін басып қалғанда ол автоматты түрде Қытай тіліне аударылады. Сатушы сізге жазған қытайша сөз автоматты түрде орыс тіліне аударылады. Яғни бұл WeChat сайтының бір кереметтілігі. Сатушылардың барлығы міндетті түрде түседі. Себебі бұл Қытай елінде бәсекенің өте жоғары екенін біледі. Сонымен зат жібердіңіз, саудаластыңыздар, келістіңіздер. Осыдан кейін сіз одан сұрайсыз, осы заттың QR-ын сұрайсыз. Ол сізге жібереді. Енді достар, маңызды нәрсе, WeChat сайтында сіздер тікелей төлем жасап сатып ала алмайсыздар. Неге десеңіздер, бұл бізге арналған сайт емес, Қытайдың ішкі нарығына, ішкі өздеріне арналған сайт болып табылады. Сондықтан сіздерге юан сататын адамдар арқылы көмекке келеді ол кісілер. Сенімді юан сататын адамдардың номері менде бар. Сол кісілерге сіздер Каспиіне аударып жібересіздер да. Сатушы жіберген QR-ды, сол QR-ды сол кісіге WeChat-қа жібере саласыз, скрин. Ал ол кісі сіз үшін төлем жасап береді. Сіз чекті сол кісіден алып, осы сатушыға жібересіз. Қысқасы, бұл жерде сіз ешқандай рөл ойнамайсыз. Сіз мына жақтан сатушының жібергенін юан төлеп беретін адамға, досыңыз арқылы, ал төлеген адамның чегін осы қытайлық сатушыға жіберіп отырасыз. Бірақ есесіне, болашақта өздеріңіздің бизнестеріңізді өте сапалы, жоғары сападағы заттардан бастаймын деген адамдар үшін өте тиімді. Немесе өзіңіз үшін өте сапалы заттарды, бренд заттарды, прям ұялмай киетін, ұялмай тағатын заттарды алам десеңіздер де өте пайдалы. Жалпы WeChat сайты туралы негізі көп информациялар таба алмайсыздар, кездестіре алмайсыздар. Бүгін сіздер білдіңіздер, жалпы қалай сатып алу керек екенін. Егер сіздерге WeChat регистрациясы, немесе WeChat-ты QR сканерлеу, өзге оқытушыларыңызға сканерлеу бойынша, немесе сенімді сізде ашылған, бірақтан сенімді поставщиктер тізімі жоқ болса, немесе толығырақ қалай зат сатып аласыз, қалай аласыз, қандай карго оны жеткізіп қолыңызға алып келіп береді, осының барлығын бір күнде сабақтар арқылы білгіңіз келсе, жекеге шоуларыңызға болады. Жекеге барлық информацияны тастап кетемін, яғни Telegram канал және де Instagram, одан кейін WhatsApp-қа шыға аласыздар. Егер мен информацияны сіздер үшін пайдалы болса, ұнаса, лайк басып, келесі ақпараттардың шығуына өздеріңіздің септіктеріңізді тигізіңіздер. Келесі кездескенше аман болыңыздар, сау болыңыздар.